Сәлем достар, бүгін сіздермен домбыраның бұрауын келтіруді үйренетін боламыз. Бүгінгі кезде домбыраның екі негізгі бұрауы бар. Оң және теріс деп аталады. Оң бұрауда көбінесе адай, балбырауын сынды күйлер орындалса, теріс бұрауда мифологиялық күйлер көп орындалады. Бұлғын сусар, ақсақ құлан, аққу сынды күйлер орындалады. Ал бүгін сіздерге қандай құрылғымен келтіру керектігіне кеңес беремін. Android немесе ұялы телефондарынан Pano Tuner экранда көріп тұрғандарыңыздай осы қосымшаны жүктеп алсаңыздар болады. Астыңғы шегімізді келтірейік. Негізінде құлақты келтірген кезде қатты бұрап жіберуге де болмайды. Ақырын келтіреміз. Қанекей астыңғы шекті G әрпіне келтіреміз. Ақырын. G әрпіне тураланып жасыл жанады. Сол кезде сіздің шегіңіз келді. Бұл тек астыңғы шек. Енді үстіңгі шекті келтіретін боламыз. Үстіңгі шек бізде D әрпі болады. Домбырамыз оң бұрауға келді. Ал теріс бұрауға келтіретін болсақ, астыңғы шек G әрпінде қала береді, үстіңгі шекті S әрпіне түсіреміз. S. Домбыраның құлағы келді.